Ал мен сұрақтарға жауап беріп бастадым. Асылжанның бір қызы бар ма тек? Бір қызы, 3 ұлы, 4 баласы бар. Негізі оның алдында да айтылған бұл әңгіме. Бірақ именно біздің тойдан кейін бір обсуждение болып, ТикТокта уже бізді 15 балаға апарып тастапты. Асылжанның 15 баласын апарып тастаған, мені ертең уже туғызайын деп жатыр екен. Бұйырса ертең ТикТокта мен роддомнан шығып жатқан выпискамды көресіңдер енді. Сосын одан кейін бір айдан кейін уже 17-шісін туып жатқанымды көресіңдер. Негізі 4 баласы бар. 3 ұл, 1 қыз. Дүркіретіп ұзату той жасап ұзатыламын деп едің ғой, неге той жасамадың дейді. Негізі ұзатылу жасаймын деген, алайда естеріңізде болса, может біреулер уже білмейтін де шығар, енді тойдан кейін ажиотаж болып отыр ғой. Мен папамның үлкен ағасының әйелі, біз Құрттай мама деп атайтын мамамыз өмірден өтті. Өмірден өткесін ол кісінің жылдық садақасы болмай, енді қате болды, себебі өте жақын адам болғандықтан үйден шағын сырға салумен, құда түсумен шыға салдық, ресторанға дүркіретпей қояйық деп. Ата енді ұзатылатын болсам, Аллаға шүкір, ұзатылатындай жағдайым бар екен, барлығы біледі ғой. Алайда сол 40 күндік садақасынан кейін бізден той болды. Негізі июньде болу керек болатын той, алайда сол июньде Құрттай мама өмірден өткесін, оны июльге ысырды. Потому что Асылжан жақтар уже дайындалып қойғандықтан. Сол үшін мен дүркіретіп ұзату заттар жасамадым. Садақа жақында ғана 40 өткесін. Отбасы бар ма жолдасым? Қаймалды да сұрап. Жалпы ажырасқан деп айтқанмын. Ол 3 жыл бұрын ажырасқан, мен 6 жыл бұрын. Менікіне 6 жыл болды ажырасқаныма, оған 3 жыл болды. Ажырасқан 4 басы бар екенін айттық. Менде 1 қыз, менікі енді 6-ға толып қалды айлары. В общем, солай, құрсын түрін айтып атсыңдар, андай деп атсыңдар, 8 бала деді, 10 бала деді, 15 деді, қорқып отыр кәдімгідей. Сағат санап деген баланың саны деген өсіп отыр кәдімгідей. 100 балаға жетіп Шыңғысхан қылып жіберейін деп атсыңдар ойдым, сендер Асылжан. Ай, осы хит болып отыр екен бүгін таңертең. ТикТокта видеолар шығып жатыр, неше түрлі тойда жұлқылады дейді ме дейді. Негізі былай болатын. Мен ана жерде подругалармен билеп тұрған. Бір жағынан енді блогердің тойы болғандықтан біз той басталғаннан фотоға түсумен болдық қой. Асылжан ондайды көрмеген. Өйтіп чересчур көп фотоға түспеген. Кейде тіпті жаңағыдай достарымыз, жақындарымыз бір рет фотоға түседі, дұрыс шықпай қалды деп қайтадан келіп фотоға түсіп жатыр. Біз тіпті бауырларым ән айтқан кезде де барып үлгере алмай жатыр. Подругаларым ән айтқан кезде де барып үлгере алмай жатыр. Жолдан фото, билесек те фото, кәм. Фотодан шаршап кеттік, шыны керек. Сосын сол жерде тұрған кезде тағы да фото бастап кетті. Би ғой негізі билеп жатқанбыз. Фотоға түсек. Енді келген қонақтар болғасы көңілің қалды ма, фотоға түсесің. Сол фотоға түсіп тұрдық. Асылжан шаршады уже. Фотоға түскісі келген жоқ. Ар жақтағы бөлелеріне, тумаластарының қасына барып билегісі келді. Маған жүр деді. Мені бүйтіп қолымнан ұстап бара жатқан кезде мен көйлекке шалынып қалдым. Соны менің көйлегімнің етегі ұзынырақ болды да, мен аяғыма кроссовка киіп алғанмын ғой, шаршағаннан кейін де ұзынырақ болды. Сол менің қолымнан ұстап алып бара жатырған кезде мен көйлектің етегіне шалынып қалмайын ба бүйтіп. Сол видеода как будто мені бүйтіп жұлқып алғандай көрініп қапты. Негізі көйлектің етегіне шалынғам. Көйлектің етектері ұзын болды негізі менің бойыма. Ал біздер жігітіммен шетелге ұшып бара жатырмыз. 32-ші микрорайон деген. Очки киіп алғам қалай. Просто мына образға очки күшті тұрып қалды. Мойнымда Айкоп ашкелердің өзім жағымда жеңшелерімнің берген несі алтыны. Соны мен айтам да, ұшып бара жатырық деймін шетелге. 32 деген шетелге деймін. 32-ші микрорайон деген шетелге кетіп бара жатырық. Сонымен не керек, анализ алып жатқан дәрігерлер бірден баланың көзіне қанның жиналып үйіп жатырғанын байқап, анасына хабар береді. Қырсық бір айналдырады демекші. Енді амал жоқ, 2-ші ота талап етіп жатыр көзіне тағы да. Оған 18 миллион қаражат дейді. Данный момент сол 18 миллионның 16 миллион 750 жиналып тұр, 1 миллион 250 қалып тұр. Соған бағарынша ат салысып жіберейікші. В общем, достар, біздер Жасикпен шопингті шығарып салдық. Бірақ біздер оларға айтпай сюрприз жасап билет алдық, Алматыға арттарынан баратырық. Арамыз 45 минут, олар қазір уже ұшады, 45 минуттан кейін біз ұшамыз. Басқа неге алдық қой, басқа самолетке алдық қой, екеумізге 2 түрлі. Олар бірақ білмейді сюрприз деп батық. Негізі бізге алдында 4 күні келіңдер, сосын қыдырайық бәріміз, тойдан кейін Алматыда жалғастырайық деген. Онымен біз типа ау деп өтірік сылтауратып, кеше екеуміз отырып, давай деп сөйтіп билет алып тастап енді кетейін деп жатырық. Өздерін жап-жаңа шығарып салдық, міне кетті. Енді 45 минуттан кейін қазір біз ұшамыз. Бұйырса сториске саламын. Кетейін деп.
Anda искать берешь? Ama alsana. Jadi uyqusam chiqibdi. Артынан ұшып кеттің деді, ә? Ya 20 Бля, minutdan бана! Шипадан жинауға. Ana uyqusam chiqibdi. Quti olsun uylaring. Bartapqa chashib qo'ysay. Shopping. Еба дейді ғой. Еба. Жоқ, еще. Ашым бас шығып тұр ғой, мен еще бауырым артқа тұршы деп. Ана, мына түсім бүйтіп тұр жасап аламын. Uyqun ochib ketdimi? Uyqun ochib ketdi. 20 minutdan keyin. Jo'ja 45 minutdan keyin ne oldu? Zadeshka o't. Ya flyer'dan men, flyingmen. Bir ishdagi. Yo'q, bir 25 set, 1.25 set ol 1.45 ga olib ketdi. Bu ikki birden gap var, niye gitmiyor otur deb şipte ottundar ғой. Iya. Var niye gitmiyor otur deb. Kişi grev isteyotganda. Жоқ, банана чемодан оралатқанда. Кеше саған айттым, неңді жіберіп қойын. Билеттерін сипке жазып қоямын сендер деймін ғой. Сендер бірге ұшқымыз келіп билет бітіп қалыпты сендер Билет бітіп қалған ғой ресторанда. Жоқ қой, полный кетіп қалған. Кетші? Ұйықтайсың ба? Ұйықтайсың, кетші құрсын. Тұрғасын жейміз. Бәрін оятпай, құрсын таатпай. Халиликкене эсенс ба не? А? Халиликкене эсенс қойып қойсын ғой. Адал эсенске. Бля, өтті пиздеш маған. Міне қараш. Жынды. Бәсем, машина сығайлы деп қоян ғой. Сен қалың өшіп болсаң, заварды бүйтіп сығалаймын, былай сығалаймын. Да, заварға қыстырасың ол. Кеттік жүз дәптірққа деген. Дәптір көп бар. Осы жасап перенет тұрып шынарға стеклянный ертең. Күшті. Дұрыс істеген жоқпыз ба әлі? Қой жоқ, почти уже тоқсап бітіп тұр ғой. Жоқ, осылай. Осылай. Алдық қой. Сол жасаған ғой өздер. Мына кәм қолда жатыр ғой. Мына жер қол болғанда негізі құты уже жақпай. Сенер мөмелерің ба? Жынды. Қайсың? Келген көрдің ба? Бұштымадан күйіп жайлап түк не алдық та? Мен жазып жатырмын ғой, шоппиға бөле атып ұйықтап қалды деді. Қыздардың өмірсі. Армия жатыр ғой. Террасы, баня. Ауылдың майын қатты сағынған мен базар. Папаң сезбейді оны. Зат сақинады ма? Көрсет. Не көрсет? Мәз ұлты. Тамақ ішіп болып жатырмыз. Батышны маған батып. Маған әбде батып, папа суткасында. Шуатылып қайта кеттік, көшпенді қазақ. Обед деп болғанға. Мен обедім ғой просто. Ужин беріп, ужин артын жинап емес, жинастырып. Енді екеуміз Бейкада кейде есектерді жинап кетеді. Сөйтіп енді кетіп бардық. Енді жаңағы шоппинг жасиктер кетеді, соларды шығарып саламыз. Әлі сол қонақтарымыздың артында жүрміз. Жаңа жәлөктермен ернарлардың машинасының аккумулятор отырып қалып қасқа. Жолға шыға алмай қалдық біз. Сонда да қойқысын үйге алып ужин береміз деп кетіп қалғанбыз біздерді. Сол ужин беріп болып, енді қайтып кері кетіп батырып шоппинг жасиктерді шығарып салуға үшін. Сондай. Әлі тойдың вайбында шыға алмай. Үйге келсем, шоппинг деген үйдің бәрін затын шығарып жинап жатыр екен. Шоппинг? Осы үйдің адам болып кеткен уже деген. Үйді осыған тапсырған ғой, кілті осы да. Үй жинап отырсың ғой кәм, а? Ужин беріп кетірік та. Ужин беріп кетірік. Мына гүлдерді салтанатқа беріп, сосын магазин кері алып кетті дейді. Ал, 3 күннен бері тұр ал, кері алып кететін болса.
қалай берді солай. Менің достарым ондай нәйс емес сразу. Мен араласатын сыйласатын кәсіпкер достар нәйс емес. Берді ма сыйлық қылып береді. Беріп алып кері алып кетпейді, білмеймін енді. Өздерінің достарыңа қарап сует етіп жатқан шығарсыңдар, бірақ менде ондай достар жоқ екен, шүкір.